Сәметхан. Сәлемсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бірге бастайық. Өткен сабағымызды пысықтап, өзімізді бағалайық. Сабақ туралы өзімізді бағалайық. Сабақ тақырыбы өзімізді бағалайық. Мұғалімдердің тақтаға жазды. Өзіміз қалай бағалаймыз дегенде, мұғалімдердің экраннан тапсырма көрсетеді. Берген тапсырманы толық орындасаң, жақсы орындасаң, 1 сантиметр кесінді сасың. Дәптерлеріңді ашып, 1 сантиметр кесінді сыңдар. Алдымен мұғалімдерін көрсетіп берсін. Алдыңғы тапсырманы орындап болсаңдар, 1 сантиметр кесін сызамыз. Егер де теріс орындаған болсаңдар, кесінді сызбаймыз. Чала орындаған болсаңдар, 5 мм сызуға болады. 5 мм дегеніміз 1 сантиметрдің жартысын айтады. Әр тапсырманы орындаған сайын дәптерге кесінді сызып отырамыз. Кесінді санымен қанша тапсырманы дұрыс орындағанымызды білеміз. Ендеше экранға назар аударайық. Ең әуелі қажетті заттарды дайындайық. Столға түсті қағаз, сызғыш, қарындаш, су бояу, желім, қайшы дайындап қойыңдар. Қайшының аузын жауып қоямыз, желімнің қақпағын жауыңдар. Дәптерлеріңді ашып, экранға назар аударыңдар. Бірінші тапсырма. Ең ұзын кесінді қайсысы? Зер сала қарап, дұрыс жауабын дәптерлеріңе жазыңдар. Көк, қызыл, жасыл, сары. Дұрыс жауабы 4, яғни сары түсті кесінді. Ең ұзын кесінді сары екен. Тапсырманы орындаған болсаңдар, бір кесінді сыңдар. Өздеріңді бағалаңдар. Мұғалім 1 сантиметр кесінді сызды. Келесі тапсырма. Суретке қарап, қанша бейне барын санаңдар. Үй мен машина геометриялық бейнелерден құралыпты. Қандай бейнелер бар? Бейнелер санаңдар. Тіктөртбұрыш, шаршы, дөңгелек, үшбұрыш, бесбұрыш. Бейнелер санаңдар. Төртбұрышты. Төртбұрыш үшеу екен. Шаршыны санаңдар. Үйдің терезесінде, машинаның терезесінде шаршы бар. Дөңгелек, машинаның 2 дөңгелегі бар. Үшбұрыш, үйдің үстінде, машинаның үстінде 2 бар. Бесбұрыш, чатыр үстінде, машинаның кабинасында 5 бұрыш бар. 2 5 бұрыш бар екен. Дұрыс орындаған болсаңдар, 1 сантиметр кесінді сыңдар. Мұғалімдерің экранға 1 сантиметр кесінді қосып сызды. 3-ші тапсырма. Келесі бейнелерден тік бұрышты тауып белгілейік. 3 бұрышта тік 4 бұрыш біреу екен. Келесі бейнеде 3. Келесі бейнеде 2. 4-ші бейнеде 2 тік 4 бұрыш бар екен. Мұғалімдерінің орындағанмен сәйкес келсе, 1 сантиметр кесін сыңдар. Келесі тапсырма. Бейнені пайдаланып кестені толтырайық. 2 нөмірлі бейне, 1 нөмірлі бейне, 5 нөмірлі бейне, 3 нөмірлі бейне, 4 нөмірлі бейне. Бейнені пайдаланып кестені толтырайық. 4 бұрышты, 5 бұрышты, 6 бұрышты бар екен. Екі нөмірлі бейне, 4 бұрышты, 1 нөмірлі бейне, 5 бұрышты, 5 нөмірлі бейне,
алты бұрышты үш нөмірлі бейне, төрт бұрышты төрт нөмірлі бейне, алты бұрышты бар екен. Өздеріңді бағалап 1 сантиметр кесінді саяқ. Келесі тапсырма. Бейне және дене бар. Қайсы денеге жатады? А, Б, В, Г. Тақтада бейне және денелер көрсетілген. А, Б, В, Г деген бейне денелер берілген. Тенен табыңдар. Бейне немесе текше дейміз. Дұрыс белгілесіңдер, өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма. Денені текше деп атағымыз. Текшеде қанша жағы, төбесі, қыры бар. Текшенің неше жағы, неше қыры, неше қабырғасы болады? Сызықпен көрсетейік. Текшенің 6 жағы, текшенің 8 қыры, текшенің 12 қабырғасы болады. Тапсырманы орындаған болсақ, өзімізді бағалайық. Келесі тапсырма. Сынық сызықтың ұзындығын табайық. 2 см, 4 см, 5 см. Оның ұзындығын табайық. Алғашқы сынық сызық 2 см. 11 см-ге тең. Өзімізді бағалайық. Келесі тапсырма. Төртбұрыштың айналасының ұзындығын табыңдар. Төртбұрыштың төрт қабырғасының ұзындығын табуға тиіспіз. Ұзындығы 16 см, ені 4 см. Ұзындығы 16 см, ені 4 см. Қосындысы төртбұрыштың ұзындығы 40 см. Тапсырманы орындаған болсаңдар, өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма. Көз жүгіртіп, айналаның ұзындығын табыңдар. Көз жүгірткенде 2 торкөзді 1 см деп есептейміз. Тептердегі төртбұрыштың арасын 1 см дейміз. 2 торкөзді 1 см деп есептеп, айналаның ұзындығын табыңдар. Қарап тура есептейміз. Бейненің айналасының ұзындығы 16 см болады. Өздеріңді бағалап 1 см кесін сыңдар. Келесі тапсырма. Кегене қызымыз 1 метр ұзын таспаны берілген бейнелердің қайсысын жиектеуге болады? Кегене 1 метр ұзын таспа. Кегенеде 1 метр ұзын таспасы бар. Бейнелердің қайсысын жиектеуге болады? Бірінші жиегіміз 98 см-ге тең. Көлгін жиектің ұзындығын табайық. Барлық кегененің қанша таспасы бар еді? 100 см деп көрейік. Кегененің неше метр таспасы бар? 1 метрде 100 см болады екен. 98 см, 100 см деп көрейік. 1 метр 100 см-ге тең болады екен.
күлгін түсті бейнені жиектеуге болады екен. Тапсырманы дұрыс орындаған болсаңдар, кесінді сызайық. Келесі тапсырма. Таспа берілген. Зер салыңдар, таспаға зер салайық. Санды толтырып жазыңдар. Таспа үш түрлі екен. Таспаны көк күлгін жасыл. Мен көк күлгін жасылмен бөліп белгілепті. Таспаның екіден бір бөлігін көк түспен, күлгін түспен, төрттен бір бөлігін бояған. Жасыл түспен, төрттен бір бөлігін жеке-жеке бояған. Тапсырманы дұрыс орындаған болсаңдар, өздеріңе бір кесті сыңдар. Келесі тапсырма. Бейнелер берілген. Бейнелердің жартысы боялған. Бейнелерге қарап, кестеге түсірейік. Қай бейненің жартысын бояған? Бейненің жартысын бояғанын кестеге жазайық. Бейненің жартысын бояған. Бейненің жартысын бояған. Бейненің жартысын бояған. Бейненің жартысын бояған. Тапсырманы орындаған болсаңдар, өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма. Біздің өмірімізде кейбір нәрселер симметриялы немесе екі жағы тең болады. Олай болса, бірдей өлшемді әріптердің асын сайық. Ном 13. Симметрия бар екен. Зер салып сыңдар өзі. 5 әріп симметриялы екен. Өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма. Біз өткен сабақта бейненің орнын және қозғалысын көргенбіз. Кестедегі дойбы тастарына зер салайық. Көк, жасыл, қызыл бар екен. Бағанада санмен белгілеген, жолды әріппен белгілеген екен. Б3 орналасқан дойбының тасын тап. Б3 Б қызыл түсті дойбы тасы бар екен. Дұрыс орындаған болсаңдар, өздер бағалаңдар. Келесі тапсырма. Үй бар, қыз бала, дүкен бар екен. Қыз бала дүкеннен бара жатыр. Қыз бала үйіне бару үшін қандай мүмкіндіктер бар? Қыз бала қай орында тұр? Дұрыс, қыз бала бұл бірде тұр. Қыз баланы орнынан жылыстайық. Қыз баланы сол жаққа бір жоғары екі қадам жылжыды. Қай орынға барды? Өздер жазыңдар. А3 А орнына орналасты. Қыз бала дүкеннен үйіне жетті. Тапсырманы орындаған болсаңдар, өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма. Қызықты есеп шығарайық. Бұл кезде орналасуға байланысты. Сәбізді не жейді? Қоян жейді.
қоян сәбізін сақтаған екен. Бұрынға барып, неше сәбіз жинап алған табайық. Олай, А5, Б4, Д4 түркіздерінің барлығы неше сәбіз жинап алған табайық. А5-те 200, Б3-те 30, Д4-те 40 сәбіз бар. Үшеуінің қосындысын табайық. Қоян неше сәбіз жинап алған? 270 сәбіз жинап алған. Тапсырманы орнаған болсаңдар, кесінді сызып, өздеріңді бағалаңдар. Экранда 2 таспа берілген. Бұл 2 таспаның ұзындығы және айналасының ұзындығын тапқанбыз. Енді барлығымыз туынды жасайық. Мұғалімдердің столдағы түсті қағазды пайдаланып туынды жасайық. Мұғалімдермен бірге жасаңдар. Дайындалған түсті қағазда қызыл, сары қағазды алыңдар. Сендер ұнатқан түстеріңді таңдап алыңдар. Алған қағазымызға сызғыш қарындаш алып 5 см сызып белгілеген сызып. Келесі жағына да 5 см сызып белгілейік. Белгілеген екі кесіндінің ортасын қосайық. Енді біз мұны қайшымен қиып алайық. Қайшыны дұрыстап қиындар. Сызықпен қайшылағанда таспа пайда болды. Мұғалімдердің қызыл сары таспаны пайда болды. Аузын жауып қоямыз. Келесі таспаны енін екі жағынан 5 см ұзындықта белгілеп, арасын сызғышпен сызып, қайшымен қиып алайық. Мұғалімдердің артық қағазды мұнда қойсын. 2 таспа пайда болды. 2 таспамызды қабаттастырып, ұстап, 4 бүктейік. Ең алдымен 2-ден 1 жарты бөлігін бүктейік. Осылайша лентаның 2-ден 1 бөлігі болды. Кішкене жабыстыратын бөлігін шығарыңдар. Лентаны сызық бойынша бүктеңдер. Осылайша лентаның 2 бөлігі тең 2-ге бөлдік. Бұл жартыны ортасынан қайта бүктейік. 1 бүктейік. Бүктеп, қырын осылай шығарамыз. 2 лента қағазымызды 2 бөлек шығарып көрейік. Осылай 2 лента қағаз шықты. Мұна 2 қағаз жабыстырайық. Жабыстыратын жерін бүктейік. Зер сала қараңдар. Мұғалімдерім желімдеп көрсеткен желімді алып қақпағын ашып, желімді дұрыс қолданыңдар. Таза қолға тимейтіндей желімдеу үшін алдыңғы қағазымыздың ортасынан кіргіземіз. Сосын желімдейміз. Бұл тізбектен текше шығарып көрейін. Бұдан не пайда болды? Текше пайда болды. Текше шығарып көрейік. Бұдан текше пайда болды. Үйде де.
тең болғандықтан мына текшені шын жер сияқты тартып бүктеп текше пайда болды. Текшені шын жер сияқты тартып бүктеп дәптердің арасына қойыңдар. Дәптерге текшенің санын жазып, не сызып ойнасаңдар да болады. Осылай текше жасаудың желінің текшенің сандарын жазып, не сызып ойнасаңдар да болады. Сол текше жасадық. Желінің қақпағын жауып қойыңдар. 2 шаршы қағаз дайындайық. Бұл қағаздарды бірдей өлшемде бөлейік. Бірдей өлшемде бүктеген болса, бүктеу жағынан бастап бірдей өлшемді бүктеген болса, бүктеу жағынан бастап сызық сайық. Қарындашты алып, жасыл түсті қағаз алғандықтан мұғалім шырша сызды. Сендер де шырша сызыңдар. Мұғалімдерің тез сызды. Мұғалімдерің қағаздың бір жағына шырша сызды. Енді сызықты қайшымен қиып алайық. Байқап ұстаңдар. Қайшыны пайдалан. Байқап ұстаңдар. Қайшыны пайдалану туралы кеңес берейін. Қайшыны ашып тастауға болмайды. Қайшыны адамға бергенде тұтқасынан ұстап береді. Біз шыршаны симметриялық қырқып бүктегенбіз. Симметриямен шырша жасадық. Көбелек жасауға болады. Бірдей өлшемді болғандықтан шыршамыз толық шықты. Симметриялық пендеден нәрсе жасауға болады. Төртбұрыш қағазды екіге бүктейік. Ашық жағын жоғары қаратып қоямыз. Үшбұрышты тұмсық пайда болады. Жоғары бүктейік. Бірдей өлшемде бүктейміз. Не шықты? Ұшақ. Ұшақ жасап ойнағанда ұнататын болсаңдар, ұнататын болыңдар. Не пайда болды? Ақ қағазымызды, келесі тапсырма, ақ қағазымызды алып, кез келген бейне салайық. Сонымен симметриялы бүктейік. Су бояумен бейне салайық. Бүктеу бойынша
жүктеу бойынша бүктейік. Жақсылап басайық. Енді ашып қарайық. Не болды? Көбелек болды, симметриялы. Сол бояумен симметриялы. Осылайша туынды жасайық. Экранға назар аударайық. Мұғалімдерім бағалауын аяқтады. Дәптерлерін орныңдар. Симметриялы шырша істедік. Симметриялы ұшақ істедік. Су бояумен симметриялы бейне істедік. Осылайша тапсырманы толық орындаған болсаңдар, 20 см кесінді сызған болуға тиіспіз. Өзіне сенімді, өздерін бағалай білген оқушылар, сендерге көп рахмет.